Сендер торт емес, бір реанимацияға адам әкеліп қалсаң, бір андай салфет киіңдер. Салфет киің. Аруханның кеспері көріншеге дайынсыз ба? Дайын. Олай болса, оң қолыңызбен ас үйдің иесі пышақ ұстаңыз. Сол пышақты күйеуіңізге қарап тұрып, ішіне тығыңыз, оятып. Асықпасай. Енді оң қолыңдарыңызбен мына оңға дейін сылайын, мынау молочный девочканы срочно красный вату қыламыз ғой. Жас түлек сөзіне көңіл аудар. Күтпейді бұрынғыдай мектеп сені. Соқпайды бұрын. Пекарни, дорогой, я пекарни, да? Сіздер пекарнилар бар ма, может? Қойшы, байтыш. Сосын құрметті орақтар, мен сіздерге сразу айтайын, құрметті орақтар, қазір тортты кесіп тұрады ғой, сол кезде екі жас ортаға ашып билейді ғой, сол кезде фейерверкті байқаңыздар, кішкентай балаларыңыз күйік қалмасын. Қиқалын еш шығып атпасын аяқтан. Оң қолыңызбен пышақ тұрыңыздар, жас шырайлар. Оң қолыңызбен пышақ тұрыңыздар. Әзіл естімеген ғой, не болды? Бір тілін есіңіздерді, сол тілін. Сол тілінді насыңыздар. Қойшы әйді ой бұл. Бір тілін кесіңіздер, жас шырайлар. Сен ағашан ала батсың ба, кішкене апырап. Енді қолдарыңызға бір вилка алыңыздар. Бір вилка алыңыздарда Аруханның көзіне тықпа. Так, давай. Бір екшеген кезде бір-бірлеріңізге тәтті қысасыздар, жашандар. А деп. А деді. Ашық. Стоп, сен кішкене қыз бала ғой, кішкене жайсың. Романтика деген қайда? Сен как будто бір пешке көмір салып отқан сияқтысың. Келеміз, себе қош, келеміз, не надо. Романтика нөл. Сіз беріңіз. Тәтті ме екен? Келеміз. Ағы беріңіз, Арухан. Тәтті ме екен? Ағы беріңіз. Сен кете берсең, әлем үшті. Аншақты кәріп кетеді. Мұндай үшін. Бүкіл халыққа бөліп беріңдер, артығын хулион аузына тұғып жеріңдер. Сегіз балаға алып беріңдер. Күлмейміз ағайын.